Барлықтарыңа сәлем достар, эфирде Ғани ағай. Математика курсының ең ауқымды бөліктерінің бірі геометрия тақырыбына қош келдіңдер. Бүгін бізде үшбұрыш дейтін маңызды тақырып болады. Бұл жерде біз үшбұрышты жалпылама қарастырамыз, оның қасиеттерін анықтаймыз және де маңызды формулаларын көрсететін боламыз. Сонымен ең алдымен карта туралы айтатын болсақ, сол үшбұрыш деген не деген сұраққа жауап береміз. Бұрыштары, периметрі, аудандары және соған қатысты есептерді талқылайтын боламыз. Так, сонымен үшбұрыш дегеніміз не? Жалпы алғанда барлығымыз үшбұрыштың не екенін білеміз, иә? Үш қабырғадан құралған фигура. Бірақ енді үшбұрыштың атауы үш бұрыш деп тұр ғой. Үш қабырға емес. Значит, все-таки бұрыштарға қатысты бір нәрсе болу керек, иә? Значит, мына қараңдар, А, Б, С, яғни қиылысу нүктелерін бүйтіп енгізіп қоямыз да. Сәйкесінше осы А нүктесінде бізде бұрыш бар, Б нүктесінде бұрыш бар, Х нүктесінде бұрыш бар. Осы үш бұрыштың салдарынан мына фигура бізде үш бұрыш деп аталады. И осы үш бұрыштарға қатысты, то есть осы фигураның үш бұрышына қатысты бізде күшті теорема бар. Есте сақтайық, мына үш бұрыштың қосындысы бізде 180 градус. Керемет. Арғы жүрек. Енді жалпы бұрыштар жайлы бұл жалғыз айта алатын затымыз ба? Жоқ, достар. Қараңдар. Біз үшбұрыштың сыртына өстіп бұрышты қосып жіберсек болады. Мына BAD бұрышы бізде сыртқы бұрыш деп аталады. Мына жерге прям атын жазып қойып, сыртқы. Енді көріп тұрғанымыздай, мына сыртқы бұрыш бізде ішкі А бұрышымен сыбайлас болып тұр. Онда біз сол сыртқы бұрышты 180 минус ішкі бұрыш деп жазсақ болады. Немесе сыртқы бұрышқа қатысты мынандай теорема бар. Сыртқы бұрыш іргелес емес екі бұрыштың қосындысы. То есть, получается, іргелес жатқаны ол бізде, то есть, сыбайлас болып тұрғаны А, одан бөлек үш бұрыштан қалған екі бұрыш Б мен С. Значит, сол Б мен С-ның қосындысына тең дейтін теорема бар. Вот. Сәйкесінше, соны біз қазір есептерде қолданамыз. Нөмірі бірінші есеп АБЦ үшбұрышында бұрыш А тең бұрыш Б тең 70 градус дейді. С төбесіндегі бұрышты анықтаңыз дейді. Сәйкесінше, мына жерде үшбұрышты салмай қойсақ та болады, уже түсінікті. Мынау ішкі бұрыштары біз білеміз. Ішкі бұрыштардың қосындысы бұрыш А қосылған бұрыш С қосылған бұрыш А бұрыш Б бұрыш С қосындысы 180. Мына екеуі бізде 70-70-тен, значит, екеуінің қосындысы 140 екені көрініп тұр. Бұрыш С-іміз онда 180 минус 140 40 градусқа тең болады. Жауабы бізде Б. Очевидно. Ары қарай. Нөмір 2. Үшбұрыштың сыртқы бұрышы 120. Сыбайлас емес бұрыштардың біреуі 40 градус дейді. Енді бұны сызып қояйық сендермен. Қарайық. Үшбұрыш. Давайте әріптермен белгілеп қояйық. Жаңағыдай бізде А, Б, С болсын. Сыртқы бұрыш сызайық. Бізде Д болсын. Сәйкесінше, мына сыртқы бұрышымыз бізде 120. Оған іргелес емес біреуі 40 градус. Енді біз білеміз, негізі мына бұрыш BAD, ол оған іргелес емес, яғни бұрыш Б қосылған бұрыш С. Сәйкесінше, бұрыш С-іміз бізде 40 градус екен белгілі болса, 120 градус тең бұрыш Б қосылған 40 градус деп біз енгізсек болады. Бұрыш Б-міз онда бізде 80 градус болады екен. Мына жеріміз бізде 80. Енді мына сыбайлас бұрыштың анықтамасы бойынша жұмыс істесек болады. Немесе үш бұрыштың ішкі бұрыштарын қосындысы 180 дегеннен жұмыс істесек болады. Яғни бұрыш А бізде мұнда 60 градус шығады екен. Либо 180 мына екеуін аңыстаймыз, либо 120 аңыстаймыз. Там разница жоқ особо. Сонда үш бұрышы 60, 40 және 80. Осындай А, Б, Е дейтін үш жауап. Ары қарай. Нөмірі үшінші есеп. Үш бұрыштың екі сыртқы бұрышы 100 және 150 градус дейді. Үшінші сыртқы бұрышты анықтаңыз дейді. Керемет. Көрейік. Үш бұрыш сызамыз. Бұл жолымен сәл кішірек сызайын деп отырмын, себебі бізде екінші сыртқы бұрыш бар. Так, сыртқы бұрыш нөмір 1, нөмір 2. А, Б, С. Мына жерге Д нүктесі деп енгізейік, мына жерге Е нүктесі деп енгізейік. То есть, мынауымыз бізде 100 градус. Мынауымыз бізде 150 градус. Там, үшінші бұрыш, яғни Б-ға мысалы былайынан сызылған. Мына сыртқы бұрышты бізге анықта деп тұр. Біз оны қалай анықтасақ болады? Мына жерге давайте бір F нүктесі деп белгілейік. Бұрыш А
BF дегеніміз ол қараңдар, оған іргелес емес екі бұрыштың қосындысы. Яғни мына бұрыш пен бұрыш А мен бұрыш С-ның қосындысы да. Ну, давайте оны үш әріппен белгілейік, себебі бұл жерде бұрыш А десем уже түсініксіздеу. Бұрыш BAC деп белгілейік. Қосылған бұрыш BC, мына жерге дұрыстап жіберейік, BCA. Енді ол екеуін қалай анықтаймын десеңдер, мен сыбайлас бұрыштардың қосындысы арқылы анықтаймын. Яғни толығымен мына жерде бізде 180 градус. Значит, 180-ден 100-ді азайтамыз, мына жерде 80 градус болады. Мына жерде 180-ден 150-ді азайтатын болсам 30 градус болады. Яғни мына бұрышымыз бізде мына екеуінің қосындысына тең, онда 110 градус деп смело мына жерге жазсақ болады. Яғни 30 градус қосылған 80 градус. Оған мынау іргелес бұрыш болып саналады. Іргелес емес міне осы екеуінің қосындысы бізде 110-ды береді. Жауап бізде Д болады. Міне осындай қызық есеп. Давайте ары қарай үшбұрыштың қасиеттеріне сүңгейік формулаларына. Үшбұрыштарға қатысты тағы да бір өте маңызды фактор бар, ол периметр. Жалпы периметр деген ұғыммен біз таныспыз, 6-шы класстан, 5-шы класстан, 4-шы класстан бері береді сол ұғымды таныспыз. Ол дегеніміз фигураның барлық қабырғаларының қосындысы. Или былайша айтқанда мен былайша айтайын, мына фигураны қоршау үшін қанша забор, қанша қоршау керек, қанша метр қоршау керектігін анықтайтын шама, былайша айтқанда. Енді өмірден қиындатпаңдар, просто барлығының қосындысы деп қарастырайық біз бұны. Хорошо. Енді одан бөлек, периметрден бөлек аудан дейтін параметр бар. Ауданды біз ең қарапайым формула биіктікке көбейту арқылы табамыз. Яғни қараңдар, АС табаны BH соған түскен биіктік. Биіктік туралы біз еще бірінші сабақта айтқанбыз, яғни мына біздің табанға перпендикуляр, яғни ровно 90 градуспен түсетін түзу. Яғни мынаның ұзындығын, BH-тың ұзындығын АС-ның ұзындығына көбейтеміз де, алдына 2-ден 1 қойды ұмытпаймыз, 2-ден 1 АС-BH немесе 2-ден 1 AH дейтін формула. Бірақ ойлап қалмаңдар, тек қана мынандай биіктікте. Жоқ. Біз оны басқа мынандай биіктік арқылы да жазсақ болады. Давайте сәл нелермен енгізейік. АЛ-ды мен BC табанына көбейтсем болады. СК-ны мен АБ табанына көбейтсем болады. И сәйкесінше мына жерде уже байқап тұрсыңдар. Біз 3 биіктік салдық, үшеуі бізде бір нүктеде қиылысып тұр. Мына үшбұрыштың бізде қасиеті сондай. Яғни үшбұрыштың биіктіктері әрдайым бір нүктеде қиылысады. Оның прям практикалық мағынасы жоқ, просто біліп жүріңдер, кез келген биіктік арқылы спокойно тауып алсақ болады. И ауданды. Сәйкесінше мына момент жатталайық, өздеріңе жазып алыңдар бұны. Ең үлкен қабырғаға түсетін биіктік ең кіші. Ең кіші қабырғаға түсетін биіктік ең үлкен. Мына жерде мына сурет бойынша біз АБ-ның ең кіші екенін көріп тұрмыз. Значит, СК бізде ең биік биіктік болады. Мына жерде енді BC үлкен ба, АС үлкен ба түсініксіздеу. Мысалы, АС үлкен деп алатын болсаңдар, онда BH бізде сәйкесінше ең кіші биіктік болады. Осыны жаттап алайық. Так, ары қарай. Егер сендерге биіктік белгісіз, бірақ екі қабырға и оның арасында бұрыш белгілі болса, онда ол жаңа 3 параметр арқылы біз ауданды таба аламыз. Қараңдар, АБ, АС қабырғалар және оның арасындағы BAC бұрыш. Қазір нақтырақ көрсетеміз. Қараңдар, вот мысалы АБ қабырғасы мен АС қабырғасы, оның арасында бұрыш А немесе BAC. Тура солай, BABC немесе және олардың арасында бұрыштың синусы ABC. И АЦБ, онда біз С мен СБ-ны аламыз. Яғни екі қабырға, және сол екі қабырғаның арасында жатқан бұрыш. Кез келген екеуін алсақ болады бұл жерде. Алдына 2-ден 1 қоюды ұмытпаңдар. Все, осы формуланы давайте енді практикада қолданайық. Так, стоп. Да, айтуды ұмытып кеттім. Тағы да бір формула бар. Өте маңызды формула, как я могу забыть. Қараймыз. Давайте біз өзіміздің ыңғайымыз үшін мына қабырғаларды ABC деп белгілейік. Можем. Енді мынандай бір күшті формула бар, оны негізі көбісі білет. Мына жерге негізі жазып кету керек. Герон формуласы.
Мынау бізде герон формуласы. Бұл жердегі кішкентай p дегеніміз ол үлкен p, яғни периметр бөлінген 2, яғни жарты периметр. Жарты периметр көбейтілген жарты периметр минус а, жарты периметр минус b, жарты периметр минус c. Негізі өте популярный формула. Көбісі даже ана биіктікпен формуланы білмесе де, әйтеуір осы геронның осындай екенін біледі. Қай кезде көмектеседі? Егер сендерде 3 қабырға белгілі болса, спокойно осы арқылы ауданын таба аласыңдар фигураны. Керемет формула. Так, енді давайте қолданайық. Қабырғалары 4, 13, 15 болатын 3 бұрыштың ауданын табыңыз дейді. Вот как раз таки сразу бірден практикаға кірісіп кеттік. Бұл бізде 3 қабырғасы берілген, ауданын тап десе, герон формуласы деп сендер четко айтасыңдар. 4 қосу 13 қосу 15 бөлінген 2. Так, 4-ке 13-ті қосатын болсам 17, 17-ге 15-ті қосатын болсам менде 32, 2-ге бөлсем 16 шығады. Яғни бұл бізде 3 бұрыштың, былайша айтқанда, заборының жартысы, жарты периметр. Енді ауданға салатын болсам, қараймыз. Жарты периметр көбейтілген жарты периметр минус а минус 4. Яғни әрбір қабырғасын просто азайтып шығамын. 16 минус 13 и 16 минус 15. Так, түбірдің астында бізде не болады? 16 көбейтілген 12 көбейтілген 3 көбейтілген 1. Түбірдің астынан шығарсақ болады. Мынау бізде 4 болып шығады. Мынау 12 көбейту 36, ол бізде 6 болып шығады. 4 көбейтілген 6. Ол дегеніміз бізде 24, сәйкесінше бұл бізде А варианты болады екен. Көрдіңдер, өте оңай. 3 қабырғасы беріліп бізге аудан тап дей ма? Өйстіп, спокойно герон формасына салып шығарсаңдар болады. Ары қарай жүрейік. Келесі есеп нөмірі 5. АБЦ 3 бұрышындағы АБ тең 8, АС тең 5, АБЦ бұрыштарының қатынасы 3, 4, 11. 3 бұрыштың ауданын табыңыз. Енді қараймын. Негізі мынаны қазір салатын болсақ, да? Бізде мынандай қызық картина туындап тұр, қараңдар. Біз екі қабырғаны білеміз, 8 және 5. Олардың арасында бұрышты мен нақтылай анықтай алмаймын пока. Бірақ бетпегілесек болады бұл үшеуін. А бұрышын 3х, Б бұрышын 4х, С бұрышын 11х десем болады, себебі бұл жерде қатынастармен берілген, да? Енді мен білем, басты теоремамен де мына ішкі бұрыштардың қосындысы 180, 3х қосу 4х қосу 11х тең 180 градус. Осыдан спокойно 18х тең 180, х менде 10 градус болады. Яғни әрбір х 10 градус, мынауым получается 30 градус. Все, маған артық ештеңе керек емес. Ана қалғандарын еспемей қойсам да болады. Себебі маған ауданын тап дейді. Мен екі қабырғасын білем, арасындағы бұрышын білем. Все, формула қоямын онда. 2-ден 1 8 көбейту 5 көбейту синус 30 градус. Синус 30-ды уже тригонометриядан жаттап алған шығарсыңдар. 2-ден 1, то есть 40 бөлінген 2, и еще тағы да 2-ден 1 ба? Синус 30-дан. 40-ды 2 бөлетін болсам 20, тағы да 2 бөлетін болсам бізде 10 шығады екен. Яғни мына үшбұрыштың ауданы бізде 10. Көрдіңдер, керемет формула. Универсальный, былайша айтқанда. Любой қабырға арқылы спокойно жұмыс істей беруге болады оны. Главное, арасында бұрышын білсеңдер әрине. Так, кеттік ары қарай. Нөмірі 6-шы есеп. Үшбұрыштың биіктігі 12-ге тең, және 21-ге тең қабырғасын 5-16 қатынасындай бөліктерге бөледі дейді. Үшбұрыштың периметрін тапыңыз. Жақсы. Так, үшбұрыш жазайық. Бұл жерде бізге тең бүйірлі, тең қабырғалы деп айтпаған. Олар жайлы біз әлі айтамыз алда. А, Б, С. Енді бізге биіктік түсірді. Нақты қандай төбесінен екен айтпаған. Қай жеріне дейін айтпаған. Онда мен айтам. Давайте мына Б төбесінен төмен қарай түсірген. Мен өзім қабылдаймын. Олай болады. Нүктесін айтпады ол бізге, дұрыс па? Б H деп белгілейік. Осы именно H деп биіктікке белгілеген дұрысырақ деп общий принято. Енді биіктігі 12-ге тең. Мына жер 12. Мына 21-ге тең қабырғасын 5-16 қатынасындай бөледі дейді. По сути, былайша айтқанда 5-16 дегеніміз не? Мына жағы 5, мына жағы 16 деген сөз ғой. И так просто ұзындығы 21, да? Мынаны негізі мен қазір 5х плюс 16х тең 21 деп жазып отыруым керек еді. Бірақ мынау и так 21х шығып тұр. Так что 5-16 деп бөле салсақ жеткілікті. Все, енді бұл жерде шығарған кезде мына қабырғаларын табу үшін өте маңызды теоремамен танысайық сендермен. Негізі бұны біз тік бұрышты үшбұрыштармен бірге қарастыруымыз керек. Бірақ
Пифагор теоремасы өте жиі кездесетіндіктен мен оны қазір назарсыз қалдыра алмаймын. Сондықтан мынандай моментті жаттап алайық. Пифагор теоремасы деген күшті теорема бар бізде. Қай кезде қолданылады? Мынандай үш бұрышта бір бұрышы 90 болса, а, мына жерде б, мына жерде с дейік, онда а-ның квадратына, яғни мына бізде катет деп аталады, катеттің квадратына біз екінші катеттің квадратын қоссақ, гипотенузаның квадраты шығады. Енді оны қалай қолданамын мына жерде? Қараңдар. Мына жерде бізде а, б, h үш бұрыш а, б, h бізде тік бұрышты. Соның бойынша жүретін болсам, қараңдар. AH гипотенузасының квадраты қосылған HB гипотенуза деп, кешірім сұраймын, катеттерінің квадраты. AH катеті мен BH катеттерінің квадраттарының қосындысы бізде гипотенузаның квадратының қосындысын береді, яғни гипотенузаның квадратын береді. AB-ның квадраты. Енді орнына қоятын болсақ, 25 қосылған 144, ол бізде 169 екен. Сәйкесінше ол AB-ның квадраты. Осыдан шығатыны AB тең 13. 13 деп шығарып алдық. Енді мына жер 12, мына жер 16. То есть келесі үш бұрыш бойынша, яғни үш бұрыш BHC бойынша жұмыс істейтін болсақ, тура сол Пифагор теоремасын қолдансақ болады. BH-тың квадраты немесе HB-ның квадраты маңызды емес, плюс HC-ның квадраты тең BC-ның квадраты. Получается, BH квадрат, яғни 12-ның квадраты 144 плюс 256, ол бізде BC-ның квадратын береді екен. Мына екеуін қосатын болсақ, бізде 400 шығады. BC квадрат. BC-міз бізде 20 екен. Яғни үш бұрыштың периметрін тап десе, біз барлық қабырғаларын қосып шығуымыз керек. Қараңдар. AB-ға аламызда BC-ні қосамыз, оған аламызда AC-ні қосамыз. Получается 13 плюс 21 плюс 20. Мына екеуін қоссақ бізде 34, 54 шығады екен. Жалпы периметр бізде Б жауап. Ары қарай, жетінші есеп. ABC үш бұрышының ауданы 36-ға тең дейді. АК КЦ 1-дің 5-ке қатынасында болатындай, АЦ қабырғасында конуктесі алынған. КБЦ үш бұрышының ауданы табыңыз. Бұл жерде өте маңызды теорема бар. Өте маңызды деген нәрсені бүгін өте көп айтып отырмын. Бірақ енді геометрияда, былайша айтқанда, теоремалар сендердің инструменттерің. Сондықтан инструменттерің неғұрлым көбірек болған сайын, соғұрлым сендерге жеңілірек болады, бір мәселені шешу. Так, А, Б, С. АК, К-ны біз А-ға жақынырақ аламыз, себебі бізде 1-дің 5-ке қатынасында дейді, яғни мына жеріміз X, мына жеріміз бізде 5X былайша айтқанда. Енді бізге айтады, жалпы үш бұрыштың ауданын білеміз біз, 36, S, A, B, C. Бізге айтады, S, К, Б, С-ны тап дейді. Бұл жерде қолданылатын теорема мындай. Қараймыз. АБК болсын, КБЦ болсын, или БКЦ болсын, не важно. Екеуінің биіктігі ортақ. Қараңдар, мен мына жерде биіктік түсірдім, BH. Ол бізде мына КБЦ-ның да биіктігі болады. Ол бізде АБЦ-ның да биіктігі болады. Ол бізде мына АБК-ның да биіктігі болады. Да, мына АБК үш бұрышы сыртынан түсіп тұр, бірақ ол оның биіктігі болып саналады. И бұл жерде, егер үш бұрыш бізде екіге бөлінсе, олардың аудандарының қатынасы мына табандарының қатынасымен сәйкес келетін болады. Жаттап алайық. S, A, B, K мен S, B, K, C-ның қатынасы, это 1-дің 5-ке қатынасында, яғни олардың табандарының қатынасында. Сәйкесінше, X қосылған 5X жалпы аудан бізде 36 болады екен. 6X тең 36, X-міз бізде 6 болады. Еще раз запоминаем. Тағы да бір қайталап өтейін. Үш бұрышта, то есть екіге бөл жүрген кезде, именно мына төбесінен екіге бөлген кезде, мына табандарының қатынасы қандай болады, аудандарының қатынасы тура сондай болып сақталады. Мысалы, мына жерде қақ ортасынан бөлінеміз, значит, екі жағында аудан бізде тепе-тең. Все, осында тұрады. Сәйкесінше, мынауымыз бізде 6, бірақ бізде 10 сұрап тұрған жоқ, бізде мына КБЦ-ны сұрап тұр. Ол дегеніміз бізде 30. Сәйкесінше жауап бізде Д болады. Ары қарай, нөмір 8. Қабырғалары 13, 14, 15 болатын үш бұрыштың ең кіші биіктігін анықтаңыз. Жаңа айттым, ең кіші биіктік бізде ең үлкен қабырға қарама-қарсы. Және де формуланы білем. S тең AH бөлінген 2, 2-ден 1 AH. По сути, осыдан H табатын болсақ, ол 2S бөлінген A. Енді не жетпей тұр? A-ны білем мен 15-ке тең.
S, яғни аудан жетіспейді. Ауданды бұл жерде біз Герон формуласы арқылы табамыз. Герон формуласында так, P бізде 13 қосу 14 қосу 15 бөлінген 2. Получается, так, 13-ке 15 қосатын болса 28, 28-ге 14 қосатын болса 42, 42-не келбесек 21. Түбір астында 21 көбейтілген 21 минус 13 8, 21 минус 14 7, 21 минус 15 6 болады екен. Давайте, мынаны мен негізі калькулятормен спокойно шығара салсам болатын еді, да? Но матпрошники легких путей не ищут. 3 көбейту 7, көбейту 2, көбейту 4, көбейту 7, көбейту 2, көбейту 3 деп барлығын түбірден шығатындай көбейткіштерге жеткен. 7 мен 7-ні біз 7 деп шығарып жіберсек болады. 2 мен 2 и мұнда 4. То есть получается общий көбейтінді 16, 4 деп шығарсам болады. 3 пен 3-ті 3 деп шығарсам болады. Сонда бізде 84 шығады екен. А так, по идее, калькулятормен де шығара салсаңдар болады. Все, мен ауданды білем, мен қабырғаны білем, 2-ні 84-ке көбейтемін да 15-ке бөлем. Менде ең кіші биіктік, осы 3 бұрыштағы ең кіші биіктік 11-де 2 болады. Кейде есепті жазған кезде сызудың қажеті жоқ, уже есептің шартын түсініп жатсаңдар. Міне, то есть бұл жерде біз нені қолдандық? 3 бұрыштың ауданын қолдандық. Аудан былайша айтқанда кері бағытта аудандық. Мен 3 бұрыштың ауданын Герон арқылы тауып алып, сол ауданды биіктік табу үшін кері бағытта қолданып жүрдім. Все, есептің логикасы осындай. Ары қарай нөмір 9. 3 бұрыштың биіктігі бізде 4-ке тең. Ол оны сәйкесінше периметрлері 16 және 23 болатында 2 3 бұрышқа бөледі дейді. Осы 3 бұрыштың периметрін табыңыз. Так, 3 бұрыш жасайық. Так, сәл сыртқа кетіп қалдық, ничего страшного. Биіктігі бұл жерде бізде 4. И мына периметрлері 16, то есть мына А, Б, С, H деп. Периметр ABH 16, периметр BHC бізде 23. Енді бұл жерде қараңдар. Давайте каждый жеке-жеке жазайық. Да? Периметр ABH дегеніміз не? Получается AB қосылған BH қосылған AH. Ол бізде 16 екен. Одан кейін барып, мен екіншісін BH-сын жазатын болсам, ол дегеніміз BC қосылған HC қосылған BH. Дұрыс па? Ол бізде 23. Давайте бәрін қосып жүрейікші бір-бірін. Сонда қарай. AB қосылған BC қосылған 2 штук BH бар. Міне мынау BH, мынау BH. Одан кейін барып AH қосылған HC шығады екен. Мәселен, AH пен HC дегеніміз ол дегеніміз HC ғой, дұрыс па? AH қосылған HC. Екеуін қосып жіберсек, бізде толық астыңғы табаны шығады. То есть мен сен периметрлерін жеке-жеке жазып алдым да, қосып жібердім. Сәйкесінше мына бөлек-бөлек есептелінген қабырға қазір бірге есептеліп кетеді. Получается, ол 16 мен 23-ның қосындысы 39 болады. Енді. То есть, получается, бізде AB қосылған BC қосылған AC. Но мына жерде мына көрдіңдер ғой, 2 BH. 2 BH дегеніміз бізде 2 биіктік, яғни 2 көбейту 4. 8. 8 жаққа көшіріп жібере салайын. 39 минус 8, ол бізде 31 болады екен. Мынауымыз бізде периметр бізде 31. Әрқайсысын жеке-жеке тауып отырудың қажеті жоқ. Просто барлығын біріктіріп, мына жерде кейбір мүшелер жақсы біргетін көрді да, біріктіріп жібердік. Все, периметр бізде 31. Ну и 10 есеп. Қабырғалардың ұзындықтары 4 және 6, олардың арасындағы бұрышының тангенсі 0,75-ке тең екендігі белгілі болса, 3 бұрыштың ауданын табыңыз. Так, енді қараңдар. Бұл жерде бізде ұзындықтары 4 те 6, ал олардың арасында бұрыштың тангенсін берген. А маған синус керек. Е-мое деймін да, жаңа тригонометриялық формулаларды еске түсірем. Так, қандай формуланы еске түсірсек болады? Ол дегеніміз 1 бөлінген косинус квадрат альфа тең 1 плюс тангенс квадрат альфа деген нәрсені еске түсірсем болады негіз. Давайте косинус тауып алайық ең алдымен. То есть, получается, мынау дегеніміз 3 бөлінген 4. 1 плюс 9 бөлінген 16. Немесе 25 бөлінген 16. Косинус альфаны табатын болсақ, аударып жібереміз, и түбір астына аламыз. 4 бөлінген 5. Теріс мәнін алмаймын. Себебі бұл жерде бізде оң деп қабылдайық, давайте.
яғни бірінші шеректе жатыр деп қабылдаймыз тангенс. То есть тангенс бізде 10, значит бірінші шеректе так. Так, 4 бөлінген 5. Енді осыдан синус табатын болсам, синус альфа, бұл бізде түбір астында 1 минус косинус квадрат альфа дейтін керемет формула бар. Түбір астында 1 минус 16 бөлінген 25. Что-то ойланып қалдық қой 1 минутқа. Мына жерде бізде 9 бөлінген 25 немесе 3 бөлінген 5 шығады екен. Все, формула сала берсек болады. S тең болады 2-ден 1, 4 көбейту 6 көбейту 3 бөлінген 5. 2-ден 1 мен 4 қысқарады 2 болады. 2-ні 6-ға көбейтемін 12, 12-ні 3-ке көбейтемін бізде 36, 36-ны 5-ке көбейтемін. 5-ке бөлем керісінше 7,2 шығады екен. Жауап бізде D болады. Міне осындай үш бұрыштардың бұрыштарына байланысты, сыртқы бұрыш, ішкі бұрыштарына байланысты, периметр мен аудандарына байланысты мынандай базовый есептер. Қызықты болды деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет. Үй жұмысында кездескенше.